Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 14 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқта. Үлкен адамнан сізді не мазалайтынын сұрап көріңіз, мүмкін ол сіздің сұрақтарыңызға жауап табуға көмектеседі. Торпақ. Бүгін барлық жаңа нәрселерді білуге жақсы уақыт. Ойын-сауық, саяхат, демалыс, жаңа таныстар мен білім сияқты. Бүгін торпақтар өзін өздері басқара алмайтын кеме сияқты сезінеді. Егіздер. Егіздер үшін жаңа таныстық ұзаққа созылмайды, бірақ ұмытылмас қуанышты естеліктер сыйлайды. Жоспардан тыс шығындарыңыз болуы мүмкін. Шаян. Бұл сіздің күніңіз, тілек тілейтін күн. Жаныңыздағы жұбайыңызға үй жұмысын аздап шешуге көмектесіңіз, сонда сіз одан алғыс ала аласыз. Арыстан. Сыйлық сатып алуға керемет күн. Пікірлес адамдармен мүмкіндігінше сөйлесу пайдалы болады. Ақшаңызға сақ болыңыз, оны кездейсоқ жоғалтып алуыңыз мүмкін. Бикеш. Жоспарларыңызды жүзеге асыру үшін тамаша күн. Бүгін бикештерге көп нәрсе керек емес, бар нәрседен ләззат алуға тырысыңыз. Тараза. Өздеріңіздің таланттарыңызды барынша пайдаланыңыз. Өз құқығыңызды дене күшімен дәлелдемегеніңіз абзал. Сары шаян. Ешкімді аңдуға тырыспаңыз, ол нәрсе сізге жақсылық әкелмейді. Өйткені кейін оны дұрыс түсіндіре алмай қалуыңыз мүмкін. Мерген. Бүгін сәттілікке жетесіз. Жаман ойлар мен жаман сезімдерді ақыл ойыңызды адастырмай аулаға алып тастауыңыз керек. Асығыс тұжырымдар мен асығыс қадамдар жасамаңыз. Тауышқа. Бүгін сізге көмек сұрап жүгінген адамдарды шеттетпеңіз. Бүгінде тауышкілердің көңілін ештеңе көтере алмайды. Су құйғыш. Бірдеңе айтпас бұрын ойланыңыз. Мүмкін бүгін сіз кездейсоқ жақын адамыңызды ренжітіп алатын шығарсыз. Үйленуге ең жақсы күн емес. Балықтар. Балықтар үшін бұл күн өте жақсы басталады. Ақыл ойды басшылыққа ала отырып, бүгін кеңес бермеңіз. Әйтпесе адамдар сізде жүрек жоқ деп ойлайды. 14 наурызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.